Ассалаумағалейкум, мен Ізбасаров Асылбек, 194-ші топ студенті. Кәсіптік оқуда көп салалы колледжі. Мамандығым автомобиль құрылғыларын жөндеуші электрик. Бүгін бізге берілген тапсырма дискілі тежегіштің қалай жұмыс істейтіндігін түсіндіру. Алып кет. Ең алдымен дөңгелекті шешіп аламыз. Ең бастысы техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Міне бұл дискілі тежегіш. Бұл дискісі. Міне мына жер суппорттың ішінде дискінің екі шетінде екі колодка болады. Колодканың қасында поршын болады. Поршынға шланга киіледі. Бұдан сұйықтық келеді. Тежегішті басқан кезде қысым сұйықтық қысыммен келеді. Поршынды алдыға қарай итереді. Сол кезде екі колодка дискіні қысып қалады. Сосын бұда ABS сезгісі бар. Назарларыңызға рахмет.